Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен пахлаваның пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бізге қажетті 300 грамм ұнға 150 грамм сливочный майымызды бөлме температурасында болу керек. Және бір шай қасық разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып, крошки дайындаймыз. Және оған 60 грамм қаймақ, енді 200 грамм грецкий орехты ұсақтап турап, оған жұмыртқаның ағын, жұмыртқаның сарысын қамырына жібереміз. Начинкамызға грецкий орех, жұмыртқаның ағы және 100 грамм қант. Енді қамырымызды жақсылап илеп дайындап аламыз. Песочный қамыр болады. Дайын болған қамырымызды холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын. 3 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Формамызды алдын ала майлап қойып, қамырларымызды орналастыра береміз. Менде формам дәу болғандықтан бортиктарына дейін жетпеді қамырым. Начинкамызды саламыз. Екінші қамыр. Екінші начинкамыз. Келесі үшінші қамыр. Бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Жылтырап әдемі болып тұрады. Целый жұмыртқамен де жасай берсеңіздер болады. Осылай 4 бөлікке бөліп алдым, кесуге ыңғайлы болу үшін. Сәндік үшін осыны грецкий орех қойдым. Қызып тұрған отта 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз.